Құрбым, сен де осылай ерекше Рамазан нанын дайында да ыстықтай сары май қосып жеш, вообще супер болады ғой. Ол үшін жылы сүт құямыз, жылы су, 1 шай қасық тұз, 1 ас қасық қант, 1 ас қасық ашытқы және ерітілген сары майды қосамыз. Жұмыртқаның тек ақ уызын ғана пайдаланамыз, сары уызын бетіне жағамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Ұнымызды бөліп салатын боламыз. Жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз қолымызға жабысып тұру керек. Одан кейін жұмсақ және жұмыс істеуге оңай болу үшін 1 ас қасық сұйық маймен тағы бір жақсылап илеп қоямыз. Көтерілуге жібереміз. Қамырымыз көтерілді. Енді оны ұзынша етіп қоямыз. 3-ке бөлеміз және қолымызбен сопақша етіп жайып шығатын боламыз. Қамырымызды формасына саламыз. Көтерілуге жібереміз 15 минутқа. Сол аралықта бетіне жағатынды дайындаймыз. Ол үшін жаңағы сары уызды және 1 ас қасық сүтті пайдаланамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Дайын болған қамырымызға әдемі өрнектерімізді саламыз. Үстіне сары уызды жағамыз. Кунжутты себеміз. Алдын ала пешті қыздырып қоямыз. Қызған пешімізге 190-200 градуста 15-20 минут пісіріп алатын боласыздар. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын. Үлпілдек, жұмсақ, қып-қызыл бауырсақтың рецептісін сіздерге ұсынамын. Күшті болып шығады, міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға су, сүт құйып аламыз. Одан кейін ыдысымызға тұз, қант, ашытқы, майонез. Одан кейін ұнымызды бөліп салып, жұмсақ қолымызға жабысып тұратын қамыр илейміз. Қамырымызды майлап аламыз, ыдысымызды да майлап жіберіңіздер. Сол кезде қамырларыңыз ыдысыңызға жабыспай жақсы көтерілетін болады. Қамырымызды көтерілуге жібереміз. Көтерілген қамырымызды қайтадан үстін басып, екінші рет тағы көтерілуге жібереміз. Осы көтерілген қамырды жаямыз, орташа қалыңдықта жайыңыздар және формамен кесіп аламыз. Бауырсағымыздың бетін 10-15 минутқа көтерілуге жібереміз. Көтерілген бауырсақтарымызды қызып тұрған орташа отта бауырсағымызды екі бетін айналдырып отырып пісіріп аламыз. Дәмі деген керемет болып шығатын бауырсағымыз дайын болды. Және дәл осы рецепт ұнаса, міндетті түрде парақшама тіркелуді ұмытпаңыз. Жұмсақ болып пісетін ыстық күлше нан мен сары май жегіңіз келсе, осы рецептпен жасап көріңіз. Жылы сүт, жылы су, 1 ас қасық ашытқы, 2 ас қасық қант, 1 шай қасық тұз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Үстіне ерітілген сары майымызды құямыз. Ұнымызды бөліп салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз қолға жабысып тұрады. 1 ас қасық сұйық май құйып, барлығын тағы 1 сұйық майымыз сіңгенше илеп шығамыз. Қамырдың бетін жауып, жылы жерге көтерілуге жібереміз. Көтерілген қамырларды 120 граммнан домалақтаймыз. Бетін жауып 15 минутқа көтерткіземіз тағы да. Көтерілген күлшелеріміздің ортасын ашып, піскен кезде ортасы көтеріліп кетпес үшін вилкамен тесіп қоямыз. Бетіне жағуға сары уыз бен сүтті араластырамыз. Барлығын бетіне жағып шығамыз. Кунжутты себеміз. Қызып тұрған пеште 190 градуста 20 минутқа пісіріп аламыз. Осымен біздің жұмсақ күлше нанымыз дайын. Сіз де жасап көріңіз, ас болсын.